Көпшілік үшін өнер адамдарының өмірі сырттай әдемі көрінеді. Сахнада жарқыраған бейне, түрлі кейіпке еніп күлдіретін, жылататын сәттері. Бірақ олардың жеке өмірде біздікі секілді түрлі сынақтар мен шешімдерге толы екенін ұмытып кетеміз. Соның дәлелі соңғы күндері ел ішінде қызу талқыланып жатқан жаңалық. Белгілі актриса Дариға Бадықованың күйеуі актер Дархан Мұсаев өзінің әлеуметтік желідегі парақшасында көптен бері ел арасында айтылып жүрген сұраққа нүкте қойды. Ол ұзақ уақыттан бері жұртты қызықтырып келген жеке өміріне қатысты шындықты ашты. Дархан мырза жазбасында: құрметті ағайын, елдің аузында жүрген сұрақтың сауалына бүгін жауап беремін деп шештім. 2008 жылдың 11 тамызында Дариға Бадықовамен заңды некеге тұрдық. 16 жыл бірге ерлі зайыпты ретінде отбасылы өмір сүрдік. 2024 жылдың күз айында заңды некені бұзу туралы өтініш жазып, ажырасып кеттік. Бүгінгі таңда мені Дариға Бадықовамен өмірде де, өнерде де ештеңе байланыстырмайды деп жазды. Осы бір сөз көптің жүрегіне ауыр тиді десек артық емес. Өткені 16 жыл деген аз уақыт емес. Ол жылдардың ішінде талай қуаныш, талай қиындық, ортақ арман мен естеліктер жатыр. Дегенмен өмір болған соң түрлі сынақ болады дегенді жиі естиміз ғой. Кейде адамдардың жолы екіге айырылып кетуі заңдылық шығар. Желі қолданушылары бұл хабарды әртүрлі қабылдады. Бірі екі жаққа да сабыр тілейміз десе, енді бірі бала шағаға қиын болдау деп жазды. Дегенмен мұндай сәтте сырттан тон пішпей, әр адамның жеке шешіміне құрметпен қараған жөн деп ойлаймын.